Өмірдегі мақсаттар туралы ең жақсы дәйек сөздер. Мақсаттарыңызды биік қойыңыз және оған жеткенше тоқтамаңыз. Дұрыс қойылған мақсат жарты жолда жетеді. Біздің көпшілігіміз үшін ең үлкен қауіп мақсатымыз тым жоғары және оны жіберіп алмау емес. Оның тым төмен және біз оған жету. Арман мақсатқа айналады егер оған жету үшін әрекет жасалса. Сіздің мақсаттарыңыз сізге басшылық ететін және сіздің өміріңіз үшін не мүмкін екенін көрсететін жол карталары. Мақсаттардың арасында өмір сүру және ләззат алу керек өмір деп аталатын нәрсе бар. Кедергілер сізді тоқтата алмайды, проблемалар сізді тоқтата алмайды. Ең бастысы, сізді басқа адамдар тоқтата алмайды. Тек сіз ғана тоқтата аласыз. Табыс бәрін дұрыс жасау емес, дұрыс нәрсені жасау. Уақытың шектеулі, оны біреудің өмірімен өткізіп жіберме. Табаққа көтерілмейінше үйге жүгіре алмайсың. Желіңді суға салмайынша балық аулай алмайсың. Тырыспасаң, мақсатыңа жете алмайсың. Міне, сізді шабыттандыратын және алға жетелейтін өмірдегі мақсаттар туралы мотивациялық дәйек сөздер. Табысқа әдетте оны іздей алмайтын, тым бос емес адамдар келеді. Жетістікке апаратын жол мен сәтсіздікке апаратын жол дерлік бірдей. Сағатқа қарама, оның істегенін істе. Жалғастыр. Мүмкіндіктер болмайды, оларды өзіңіз жасайсыз. Барлық жетістіктің бастау нүктесі тілек. Табыс сәтсіздіктің жоқтығы емес, бұл сәтсіздікке табандылық. Табыс күндіз-түні қайталанатын шағын күш-жігердің жиынтығы. Табыс әрқашан ұлылыққа байланысты емес, бұл жүйелілік, тұрақты еңбек табысқа жетелейді. Табыс баратын жерге байланысты емес, ол сапарға байланысты. Ұлыға ұмтылу үшін жақсылықтан бас тартудан қорықпа. Мүмкіндік күтпе, оны жаса. Өмірдің мәні сыйыңды табу, өмірдің мәні оны беру. Біздің өміріміздің мақсаты бақытты болу. Өмірдің мақсаты тек бақыт емес, сонымен қатар мағына мен орындалу. Сенің мақсатың сенің себебің, сенің бар болу себебің, бұл бәрі сені тоқтатуды бұйырса да сені жалғастыратын нәрсе. Өмірдің мақсаты мақсатқа сай өмір. Өмірдің мақсаты ауырсынудан аулақ болу емес, онымен өмір сүруді үйрену. Мақсатыңызды табу үшін сіз өз құмарлығыңызға еріп, басқаларға қызмет етуіңіз керек. Өмірдің мақсаты жеке бостандыққа жету емес, бір-біріне және ортақ игілікке қызмет ету. Өмірдің мақсаты алу емес, өмірдің мәні өсу және беру. Өмірдің мақсаты мейірімді болу, жанашырлық таныту және өзгеріс енгізу. Өмірдің мақсаты өзіңді табу емес, өзіңді жаңадан жасау. Не істесең де жаратқан иеге тапсыр, сонда ол жоспарларыңды жүзеге асырады. Асығыстың кедейлікке апаратыны сияқты, еңбекқорлардың жоспары да пайда келеді. Өйткені мен сендерге жоспарымды білемін дейді жаратқан ие. Сендерге болашақ пен үміт сыйлау үшін, зұлымдық үшін емес, жақсылық туралы жоспарларымды. Жаратқан иенің батасы байлық әкеледі, ол үшін ауыртпалықсыз. Өз ісіне шебер біреуді көріп тұрсың ба? Олар патшалардың алдында қызмет етеді. Олар төмен дәрежелі шенеуніктің алдында қызмет етпейді. Мақсаттар бұл мерзімдері бар армандар. Біздің барлық армандарымыз орындалады, егер біз оларға жетуге батылдық танытсақ. Мақсаттар магнит сияқты. Олар оларды жүзеге асыратын нәрселерді тартады. Сіз бен мақсатыңыздың арасында тұрған жалғыз нәрсе, оған неге қол жеткізе алмайтындығыңызды өзіңізге айтып беретін оқиға. Мақсат қою, көрінбейтін нәрсені көрінетінге айналдырудың алғашқы қадамы. Сіз не істейсіз, не істеймін дегеніңіз емес. Мақсаттар бұл мерзімдері бар армандар. Сағатқа қарама, оның істегенін істе. Толық өмір сүру үшін біз өз өміріміздің келесі не болатынын жасауды жалғастыруымыз керек. Армандар мен мақсаттарсыз өмір жоқ, тек қана бар, сондықтан біз мұнда емеспіз.
Табыс күндіз-түні қайталанатын шағын күш-жігердің жиынтығы. Чемпиондар дұрыс болғанша ойнай береді. Ұлыға ұмтылу үшін жақсылықтан бас тартудан қорықпа. Өзіңе және өзіңнің бар нәрсеңе сен, сенің ішіңде кез келген кедергілерден де үлкен нәрсе бар екенін біл. Әр қиындықтың ортасында мүмкіндік бар. Табыс адамның өмірдегі жеткен позициясымен емес, оның жеңген кедергілермен өлшенуі керек. Сіз ешқашан басқа мақсат қоюға, немесе жаңа арманды армандауға қартаймайсыз. Бір жылдан кейін сіз бүгін бастағаныңызды қалайтын шығарсыз. Сіз түсірмейтін кадрлардың 100% жіберіп аласыз.